Сүйінші, Айза үшінші перзентін босанды. Бір болайық және қосылайық жобаларының атышулы бұрынғы қатысушысы Айза бүгін қуанышты жаңалығымен бөлісті. Айза ханым үшінші перзентін дүниеге әкелді. Желі қолданушылары сүйікті қатысушысын жарыса құттықтап жатыр. Наконец-то ол күтіп едік деген пікірлер де жоқ емес. Сонымен Айза қызымыз ұл туды. Желі қолданушылары Айзаның күйеуі Сұлтанды сұрап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Айза өткен стористерінде әлеуметтік желі арқылы Сұлтан жайлы атышулы мәлімдеме жасаған болатын. Тіпті Сұлтан жақын күндерде үйленгелі жатыр деп айды аспаннан бір-ақ шығарды. Бүгін Айза қызымыз перзентханада Сұлтан жайлы да айтып тастады. Айза, Сұлтанды сұраған жандарға бұйырса, ертең қасыма келеді, деп жазды Айза қызымыз. Сондай-ақ Айза перзентханада ұлының суретін көрсетті. Танымал Айза оқырмандар мен көрермендерден сүйінші сұрады. Күтпеген жағдай орын алды. Аяқ асты перзентханаға Сұлтан кіріп келді. Сұлтан сторисінде ұлы жайлы айтып қуанышын жасыра алмады. Сұлтанның әжесі Айзаға тамақтар беріп жіберді. Өте дәмді, әжемізге көп рахмет деді Айза, Айзаның анасы. Және оқырмандар Айзаға гүл шоқтар мен тәттілер жіберді. Тағы да сүйінші жаңалық көрермендер. Қалаулым жобасының бірінші маусымында қатысушы және отбасы атанған Әлибек пен Камила да ұлды болды. Сүйінші жаңалықты Камила мен Әлибек әлеуметтік желі арқылы жариялады. Қош жұпты бір болайық пен қалаулым ұжымы құттықтап жатыр. Бірақ Айгерім мен Дидар құттықтаған жоқ. Еске салайық, Әлибек пен Камила гендер пати жасаған болатын. Аталған дүбірлі шараға Айгерім мен Дидар бізді шақырмады деп өз ренішін айтқан болатын. Мүмкін сондықтан болар Дидар мен Айгерім Камиланың қуанышы жайлы жұмған аузын ашпады. Сәбилердің бауы берік болсын.